1941 жылдың тамызы Гитлер армиясы СССР-дің марганец шығатын негізгі ошақтары Никополь мен Кавказды басып алды. Бүкіл зауыттар тоқтап қалудың алдында тұрды, себебі марганецсіз құрыш шымыр болмайды. Ондай танкке тиген снаряд саман кірпішті тескендей оңай өтетін. Геббельс радиодан советтердің саудасы бітті деп жар салып жатты. Тіпті Сталин амалсыздан марганецті Канададан ұшақпен алдыруға мәжбүр болды. Дәл осы сын сағатта Мәскеуден қатаң бұйрық түсті. Шығыстан тез арада марганец табыңдар. Көп геологтар жауапкершіліктен қорқып жер шұқып қалғанда Қаныш Сәтбаев алға шықты. Ол 1928 жылы-ақ Жезді тауынан марганецтің ізін байқаған болатын. Қаныш өзінің сенімді серігі Богдановичті шақырып барлауды бастайды. Бірақ ең қиыны есеп беру еді. Қатардағы мамандар қора шығып қалса басымыз кетеді, атыламыз деп қорықты. Ал Қаныш ауруханада жатса да барлау деректерін палатасына алдырып есепті өзі жасады. Ол мұнда 5 миллион тонна марганец бар. Бұдан аз болса мені соттаңдар, бәріне өзім жауап беремін деп басын бәйгеге тікті. 1942 жылы Сталин Жездіні игеруге пәрмен берді. Мақсат небәрі 1,5 айда кен шығару, бірақ еркектердің бәрі майданда еді. Рульге отыратын шопыр таппай, Қаныш бастаған топ жергілікті қыз-келіншектерді жинады. Олар небәрі 2-3 күнде жүк көлігін жүргізуді үйреніп, 200 жүк көлігінен тұратын колонна құрды. Адамдар тәулігіне 20 сағат жұмыс істеп, небәрі 38 күнде Жездінің алғашқы марганецін вагонға тиеді. Соғыс кезіндегі әрбір 3-ші танк осы Жездінің марганецімен құйылды. Қаныш Сәтбаев тапқан кен орны Оралдағы танк зауыттарын 71% шикізатпен қамтамасыз етті. Тіпті соғыстан кейінде Сәтбаев бізді алдады, Жездіде кен таусылды деген өсектер тоқтамады. Нарком Тевасян Қанышты Мәскеуге шақырып есеп сұрағанда, ғалым салқын қандылықпен сізге қанша марганец керек? 2 миллион ба, әлде 5 миллион ба? Қанша сұрасаңыз да сонша аласыз деп жауап берді. Арада жылдар өтті. 1967 жылы Жездінің 25 жылдығында кеншілер мақтанышпен жариялады. Біз 10 миллион тонна марганец өндірдік. Кен әлі біткен жоқ. Бұл Қаныш көрегендігінің, қазақ ғылымының жеңісі еді. Сталинді тығырықтан, елін фашистен құтқарған сол 1 миллиондар Қаныштың халық алдындағы адалдығының өлшемі болды.